Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ешкімнен қорықпаған Ахмет Байтұрсынұлы. 1873-1938 жылдары. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы бұрынғы Торғай облысында орта дәулетті шаруа отбасында дүниеге келген. Жазықсыз жалалаға ұшырап 1938 жылы атылған. Ахмет Байтұрсынұлы халқымыздың тарихында үлкен орны бар қоғам қайраткері, тамаша оқулықтар жазған педагог, дарынды ақын, шебер аудармашы, ірі ғалым болған. Орыс ақыны И.А. Крыловтың мысалдарын Абайдан соң Ахмет Байтұрсынұлы да аударып, 40 мысал деген атпен 1909 жылы Петербургте кітап етіп шығарған болатын. Ахмет аударманың қазақ оқушысына, халық ұғымына жақын да түсінікті болуына, шығармада көтерілген тұрмыстық, әлеуметтік мәселелердің қазақ халқына да ортақтығына, айтылатын ойдың салмағына, беретін ғибратына баса назар аударған. Сондықтан ол кітап Ахмет Байтұрсынұлының төл туындылары қатарынан орын алады. Өгіз бен бақа. Бір өгіз айдын шалқар көлге келді, жағалап суаты бар жерге келді. Шілденің сарша тамыз ыссы кезі, бек қатты, қаны қашып шөлдеп еді. Су ішіп көлдің шықты жағасына, мал еді көз тоятын қарасына. Артықша бір көл бақа күншіл екен, сол көлдің бақасының арасында. Өгізді суға тойған бақа көрді, секіріп көршісіне жетіп келді. Боламын сонау менде өгіздей деп, жел тартып ісіп кеуіп қарным керді. Сұрады жолдасынан толдым ба деп, өгіздей анау тұрған болдым ба деп. Өгізбенен екеуіне қарап тұрып, жолдасы жауап берді сонда бүй деп. Өгіздей болу саған қайда шырақ, араңыз екеуіңіздің тымақ жырақ. Онымен бірдей болып толмақ түгіл, қалпыңнан асқан жоқсың артығырақ. Қарашы, енді қандай болдым деді, міне мен жаңа айдай толдым деді. Жолдасы тағы қарап денесіне, қалпыңда қараң менен пормың деді. Дүниеде мұнан күншіл кемді бақа, зорланды қарнын керіп енді бақа. Шыдамай жұқа қарын керуіне, жарылып сор арада өлді бақа. Күнәсін күндегеннің жаман қатты, күндей ме біреуге алла берген бақты. Өгізді күндеп сондай боламын деп, көлбақа онан қанша пайда тапты. Әуелде Құдай өлшеп берген дене, қаншама зорланғанмен артылмапты. Нақыл сөз, әлін білмес әлек деген, осындай әуре болған жаннан қапты. Егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанына алды, екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып арла-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді, кезі еді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке бағалап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңілі жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мырза Құдай нұрға қанып. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бір бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзге көпке. Өзіне өзгелерді теңгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңданба оған. Өзгесі төмен қарап бүгілгенге, ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, сұқтанба құр сорайған қарасына. Құдайым өзгесіне дән бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сиынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам деді, тәкаппар оны халық жаман дейді. Қалпы емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам деді.